Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде тәуелсіздік күніне орай кең байтақ Қазақстанның ашық аспан астында өмір сүріп жатқан әртүрлі ұлттар мен ұлыстардың достығын мәңгі қастерлеу, үйрету мақсатында ел бірлігі ең асыл қасиет атты мерекелік шара ұйымдастырылды. Грузин, татар, башқұрт, кәріс, ұйғыр этномәдени бірлестіктердің арнайы шақырылған жетекшілері мен өкілдері де өз өнерлерін аяған жоқ. Тегіс жиналсаң сөзіме құлақ сал. Өздерің білесіңдер, мына біздің Бұлғыртау ауданы Доғыз колхозына 54 баладан жіберген. Бірақ солда жақсы болды. 4-5 жұмысшының басын қосқанда азаматтың орны талмас деп жазатпайды. Әзірше қолдағаныз Құдай жолымен бөлемін. Ей, бәйбіше! Ақсақал. Тамағың ішіп болса балаларды алсын. Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» атты шығармасының үзіндісіне қойылған көріністен сұрапыл соғыстың қиын кезеңдерінде де кең жүректілік, мейірімділік қасиеттерінен айнымағанын анық байқаймыз. Осы концерт барысында біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларының көптеген мысалға Қазақстан биі, сонымен қатар қазақша әндер және де терме, сонымен қатар басқа да көптеген қойылымдар көрдім. Бұл қойылымдар маған өзіндік ерекшеліктерімен, өзінің терең мағынасымен қатты ұнады.